Бүгінгі дайындайтын ас дұрыс тамақтану бананды панкейк. Оның құрамына жүгері ұны, банан, жұмыртқа, сүт. Ең алдымен бананды шанышқымен езіп аламыз. Оның үстінен жүгері ұнынан қосамыз және жұмыртқа, сүтті де араластырамыз. Бәрін бір келкетіп араластырып дайындаймыз. Табанын астын баяу отқа қойып, үстін аздап майласаңыздар болады. Дайын болған қоспаны табаға домаландырып, бірдей етіп пісіріп шығамыз. Бұл қоспадан менен 6 штук панкейк шығады. Әр піскен панкейктің ортасынан мен йогурт жақтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қаймақты да жағуға болады. Бұл асты таңғы асқа, жүрек жалғауға жесеңіздер өте дәмді. Бұны артық салмақты қыздарға жасап жеуге пайдалы. Уақыттарыңыз ары кетсе 10-15 минут кетеді. Сәндеу үшін мен кокосовый стружка мен мақты қолдандым. Және де кішкене жүзімді де. Егер де ұнап жатса, маған жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.